Сосононың қасынан бір елі қалмай, Керу тайпасының есеп-қисабы мен стратегиясын басқарған Сайон. Оның сериалдағы образы өте ерекше болды. Сырт келбеті мен мінезі әйелге тән нәзіктік байқалғанымен, шешім қабылдауға келгенде ол кез келген ер адамнан қатал әрі ақылды еді. Бұл рөлді актер Пе Су Бин өте жоғары деңгейде алып шықты. Пе Су Бин 1976 жылы 9 желтоқсанда Сеул қаласында дүниеге келген. Қазір ол 49 жаста. Ол тек Кореяда ғана емес, бүкіл Азияны мойындаған халықаралық деңгейдегі актер. Жұман сериалынан кейін Пе Су Биннің мансабы күрт өсті. Осыдан соң ол өзінің рөлдерін өзгертіп, түрлі образдарды батыл сынап көрді. Мәселен, Дони сериалында ол басты кейіпкердің қорғаушысының рөлін сомдап, өзінің нағыз ержүрек жауынгерлік қырын көрсетеді. Осы рөл үшін ол Корея мен Қытайда миллиондаған жанкүйер жинап, Азия жұлдызы мәртебесін иеленеді. Ал 49 күн құпия сияқты заманауи дорамаларда күрделі рөлдерді ойнап өзінің жан-жақтылығын дәлелдеді. Ол суда жүзуді, атқа мінуді және жауынгерлік өнерді жақсы көреді. Дони сериалындағы күрделі көріністердің көбін өзі орындаған. Ол Қытайда білім алғандықтан Қытай тілін еркін меңгерген. Бұл оған Пекин академиясында оқуға және Қытайдың нарығында табысты жұмыс істеуге мүмкіндік берді. Ол Қытайдың ірі кино жобаларына түсіп, халықаралық деңгейде танымал болды. Қазір ол тек қана теледидармен шектеліп қана қоймай, театр сахналарына да көп көңіл бөледі. Ол сахнада жанды дауыспен, шынайы эмоциямен ойнауды жақсы көретін актер. Оның қатысуымен өтетін қойылымдардың билеттері Кореяда бірнеше сағатта өтіп кетеді. Сайонның рөлі үшін актер ұзақ уақыт бойы шашын өсіріп, дауыс ырғағы мен қимыл қозғалыстарын арнайы зерттеген. Көптеген көрермендер басында оны шын өмірде де осындай нәзік деп ойлаған, бірақ актер өмірде спортты жақсы көретін, мінезі мықты азамат. Актер 2013 жылы өзінен 8 жас кіші қызбен шаңырақ көтереді. Олар танысқаннан кейін 6 айдан соң үйленген болатын. Бұл некеден актердің 2 ұлы дүниеге келген. Алайда 2020 жылдың соңында актердің жұбайымен ресми түрде ажырасқаны белгілі болды. Актердің агенттігі бұл ақпаратты растап, ажырасудың себептері мен егжей-тегжейін жеке өмірге қол сұқпау мақсатында құпия қалдырады. Олар өзара келісім бойынша достық қарым-қатынасты сақтауға тырысқан. Актер қазіргі таңда бойдақ. Актер қазір бар күш-жігерін театр сахнасына, кинодағы жаңа рөлдері мен балаларының болашағына арнап жүрген салмақты және интеллектуалды актер ретінде танымал. Жұмаңның көгерені құратын алғаш болып сезген және Кымо патшаға қатал шындықты айтудан қорықпаған көріпкел Йомел, естеріңізде ме? Оның ұзын қара шашы, салмақты жүзі мен жұмбақ жанары бүкіл сарайды сескендіретін еді. Бұл рөлді актриса Чин Хе Йон соншалықты шынайы ойнады, тіпті көрермендер оны өмірде де көріпкел деп қабылдаған. Актриса 1967 жылы 7 қыркүйекте дүниеге келген. Қазір ол 58 жаста. Актриса өнер жолын актриса ретінде емес, 1989 жылы кәсіпкер модель ретінде бастаған. Оның ерекше бет-әлпеті мен сымбатты мүсіні оны Кореяның ең танымал модель жұлдыздарына айландырады. Кейіннен киноға ауысқаннан соң Жұмон сериалы оның актрисалық шеберлігінің шыңы болды. Ол көріпкелдің рөлі үшін арнайы жаттығулармен айналысып, кейіпкердің тыныштығын сақтауды үйренген. 2008 жылы актрисаның өмірінде үлкен жаңалық болды. Ол өзінен 2 жас кіші шетелдік компанияның атқарушы директорына тұрмысқа шықты. Бұл той Кореяда үлкен талқыға түсті, өйткені тойға Жұмон сериалының бүкіл актерлер құрамы жиналды. Бұл оның әріптестер арасында қаншалықты сыйлы екендігін көрсетеді. Актрисаның жеке өміріне қатысты айта кететін бір жайт, актрисаның өз баласы жоқ. Ол тұрмысқа 41 жасында, яғни мансабының кемелденген жағында шықты. Дегенмен ерлі-зайыптылар баланың жоқтығына қарамастан осы күнге дейін өте тату-тәтті өмір сүріп келеді. Актриса сұхбаттарында өзінің өміріне, жарының қолдауына және сүйікті кәсібіне риза екендігін жиі айтады. Ол үшін отбасылық бақыт бала санымен емес, екі адамның бір-біріне деген сыйластығымен өлшенеді. Актриса әлі күнге дейін кино мен сериалдарда өте белсенді, бірақ қазір ол көріпкел емес, көбіне заманауи стильде және ықпалды әйелдердің рөлін сомдайды. Актрисаны адвокат, түрмедегі дәрігер және гүл әні сияқты танымал дорамалардан көруге болады. Ал сериал үшін қызықты факті, Йомел көріпкел сериалдың ортасында қайтыс болғанда көрермендер наразылық білдіріп, оны қайтарыңдар деп хаттар жазған екен. Бұл актрисаның рөлді қаншалықты шебер ойнағанын дәлелдегендей. Сонымен қатар актриса өмірде өте көңілді жан. Түсірілім алаңында соңғылықпен көп қалжыңдасатын болған. Сабырлы дауысымен және ақылымен патшаның өзіне ықпал ете алған. Бұйоның болашақ үшін тез оны қолдаған бас уәзір, естеріңізде ме?
Ол сериалдың ең салмақты кейіпкерлерінің бірі болды. Ли Дже Йон бұл рөлді соншалықты шебер ойнағаны сондай, көрермендер оны бірде жек көрсе, бірде оның көрегендігіне тәнті болатын. Актер 1963 жылы 21 наурызда оңтүстік Кореяның Намдон провинциясында дүниеге келген. Қазір ол 63 жаста. Ол Пусан өнер институтын тәмамдаған, актерлік шеберліктің нағыз маманы. Актер Корей киносындағы ең танымал актерлердің бірі. Оның өткір көзқарасы мен салмақты дауысы оны үнемі жоғары лауазымды шенеуніктердің, қатал саясаткерлер мен мафия бастықтарының рөліне алып келеді. Ол әмірші әйел сияқты аңыз сериалдарда маңызды мемлекеттік қызметкерлердің рөлін сомдап, өзінің тарихи драмалардың шебері екендігін тағы да бір дәлелдейді. Және де актерді заманауи сериалдардан да көруге болады. Актер өмірде өте қарапайым және рухани дамуға көңіл бөлетін адам. Ол актерлік шеберліктен сабақ береді. Ол жас актердің тек сахналық қимылдарын емес, кейіпкердің ішкі дүниесін түсінуге үйретеді. Актер үлгілі отағасы. Ол жарымен ұзақ жылдар бойы бақытты некеде тұрып келеді. Олардың 3 ұлдары бар. Актер сұхбаттарында өзін қатал әке емеспін деп сипаттайды. Экранда мемлекеттің ісін шешетін салмақты бас уәзір болса, үйде балаларымен сырласатын, олардың қалауын тыңдайтын қамқор әке. Ол жеке өмірін көпшілікке жария ете бермейді. Оның қарапайымдылығы сондай. Пусанда сабақ беріп жүргенде шәкірттері оның аңызға айналған Жұмон сериалының жұлдызы екенін ұмытып та кететін көрінеді. Актер бас уәзір Бөдікгүлдің рөліне бекітілгенде, актер бұл кейіпкерді зұлым деп емес, өз елін сүйетін адам деп қабылдайды. Сол себепті ол кейіпкерін тек жағымсыз қырынан емес, мемлекет үшін жаны ашитын тұлға ретінде көрсетуге тырысты. Сондай-ақ ол түсірілім алаңында Соңилгөктің ең жақын кеңесшісі әрі досы болған. Актер сұхбаттарында өзінің мансабында депрессиямен және ішкі мазасыздықпен күрескен кездерде болғанын ашық айтқан. Сол қиын сәттерде оған отбасының қолдауы мен рухани тәжірибелері көмектескен. Ол жағымсыз кейіпкерді ойнау адамның энергиясын тауысады, сондықтан үнемі ішкі дүниеңді тазартып отыру керек деген ұстанымды ұстанады. Актер өз рөлдері арқылы көрермендерді ойландыра білетін, ал өмірі арқылы сыйластықпенен қарапайымдылықтың үлгісін көрсетіп жүрген нағыз зиялы актер. Сериалдың шарықтау шегінде пайда болып, қылыштың сынығы арқылы әкесін тапқан Юрий Ханзада. Бұл рөлді сомдаған жас әрі талантты актер Ан Йон-джун. Ан Йон-джун 1987 жылы 22 қарашада Сеул қаласында дүниеге келген. Қазір ол 38 жаста. Ол Жұмон сериалына түскенде небәрі 19 жаста еді. Оның жастығына қарамастан әкесіне деген өкпесі мен сағынышын араласқан күрделі сезімдерді жеткізуде көрермендерді тәнті етті. Алайда 2015 жылы актердің жеке өмірі бүкіл Корея бақ өкілдерінің басты тақырыбына айналады. Ол өзінен 9 жас үлкен танымал әншіге үйленетіндігін жариялайды. Ол кезде актер өте жас көрінгендіктен бұл неке қоғамда үлкен талқылау тудырады. Көпшілік бұл некеге күмәнмен қарағанымен, ерлі-зайыптылар өздерінің мықты махаббаттарын дәлелдеді. 2023 жылы некелескендеріне 8 жыл толғанда олардың шаңырақтарында тұңғыш сәбилері дүниеге келді. Бұл оқиға жанкүйерлерді қатты қуантты. Ал актер Жұмон сериалынан кейін тек тарихи образдармен шектеліп қалмады. Ол өзінің актерлік жолын кеңейту үшін түрлі жанрларды бағындырды. Ол құбыжық, 2 апта сияқты заманауи сериалдарда бой көрсетіп, өзінің тек Ханзада рөліндегі сүйкімді жігіт емес, күрделі кейіпкерлерді де сомдай алатындығын дәлелдеді. Ол тек актер ғана емес, өнердің өзге де қырларын меңгерген. 2015 жылы өзінің әнін жарыққа шығарып, әншілік қырымен де танылады. Сонымен қатар ол продюсерлік саланы да меңгеріп, жеке жобаларын жүзеге асыруда. Оның өнерге деген көзқарасы жылдар өткен сайын тереңдей түскен. Ал Жұмон сериалының режиссерлері Юриді рөлін актер іздегенде ең алдымен Соңилгөкке ұқсайтын адамды іздеген. Ан Йон-джун кастингке келгенде оның бет әлпетінің құрылымы, жанары мен мұрынның пішіні Соңилгөкке соншалықты ұқсас болғандықтан ол ешқандай қиындықсыз рөлге қабылданған. Сериал шыққаннан кейін көрермендер оларды шын мәнінде әкесі мен баласы сияқты ұқсастықтары таңғаларлық деп жазған екен. Жұмонды көрген әрбір көрерменнің есінде анасымен бірге қиындықта өскен, кейін әкесін іздеп жолға шыққан кішкентай Юрий қалды. Бұл рөлді сомдаған кезде Шон Йон-сок небәрі 3-4 жаста еді. Ол 2003 жылы 30 сәуірде дүниеге келген. Қазір ол 23 жаста.
Шон Йон Сок оңтүстік Кореядағы ең табысты бала актерлердің бірі. Ол жұмыңнан кейін актерлікті тастаған жоқ, керісінше өте ірі жобаларда басты кейіпкерлердің балалық шағын сомдап тәжірибе жинады. Оның тарихи драмалардағы жолы тек Юрий Ханзамен шектелмейді. Ол Кореяның ең ірі тарихи жобаларында басты кейіпкерлердің балалық шағын сомдаудан патша атанған. Ол тарихи киімдерді кию әдебіменен сол заманда сөйлеу мәнеріне бала кезінен жетік меңгерген актерлердің бірі. Жанасу сериалындағы рөлі үшін 2014 жылы үздік актер номинациясында беделді марапаттарға да иеленеді. Ал Алоя жүректі Корея сияқты әлемдік хиттерде де ол кішігірім рөлдерді сомдап жанкүйерлерді қуантты. Осылайша 2016 жылы тағы да үздіктердің қатарынан көрінеді. Актер қазір бала актер емес, үлкен драмалық рөлдерге дайын кәсіби әртіс. Ол актерлік шеберлік бойынша кәсіби білім алып университетте оқиды. Ол өз мансабына саналы түрде жалғастыруды мақсат етеді. Оның соңғы жылдары Жылы жанұя және оңбаған менен Елес сияқты танымал заманауи сериалдардан көруге болады. Ол тек теледидар экрандарынан ғана емес, театр сахнасында да танымал. Ол бала күннен бастап театр қойылымдарында қатысқан. Оның актерлік шеберліктерінің негізі осы театр мектебінде қаланған. Актердің бет әлпеті бала күндегідей сүйкімді болғанымен қазір ол салмақты заманауи жігіт образына көшкен. Ол өзінің болашағына өте жауапкершілікпен қарайды. Актер Қытай тілін жетік меңгерген. Ол жұмың сериалының бүкіл ұжымы еркелеткен кенже актер болды. Соңгілік оның түсірілім алаңында нағыз баласындай көріп, үнемі ойыншықтар мен тәттілер сыйлайтын болған. Олардың әкелі балалы қарым-қатынастары сериалдан кейін де үзілмеген. Соңгілік берген сұхбаттарында Юн Соктың өсіп үлкен азамат болғанын көріп, мақтанатынын айтқан. Көрермендер үшін ол әлі күнге дейін Кугурёның кішкентай мұрагері болып қала береді. Достар, жұмың сериалы актерлері туралы біздің үлкен зерттеуіміз осымен аяқталды. Ханзада жұмың сериалы экранға шыққанына 20 жыл уақыт өтті. Актерлердің кейбірі саясатқа кетті, кейбірі бизнес шыңын бағындырды, ал кейбірі әлі күнге дейін экран арқылы бізге шабыт сыйлап келеді. Бірақ олардың бәрі біріккенде біз сүйіп көрген ұлы тарихты жасады. Ал сізді кімнің тағдыры көбірек таңғалдырды? Комментарийге өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Егер сізге осы видео ұнаса, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Ал келесі видеода